Сенің бақыттың негізі, ал жалған уәделер жүректің жарасы. Бұл шынымен де ащы сабақ. Айша өзіне жаңа бақыт іздеген сәтте шынайы сезім мен арандатушылықтың арасында таңдау жасаған еді. Ол өз жүрегінің дауысын тыңдап, жарқын армандарға толы жаңа әлемге қадам басты. Алайда уақыт өте келе барлығы айқын болды. Сыртқы жарқыл мен ішкі қараңғылықтың арасында үлкен айырмашылық бар. Айша Рахымның шын жүзін көргенде, оны таныған үшін барлығы кеш болды. 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы ұлттық статистика бюросы таратқан есеп бойынша елімізде 60 мыңға жуық неке қиылды. Некелесудің басым көпшілігі онлайн жүргізілген. Осылайша үйлену мен үй болудың машақаты көбейіп, Қазақстан әлем елдері арасында ажырасудан көш бастап тұр. Оның кейбір себептері бейнероликте көрсетілгендей, жат ағым өкілдерінің жұмысқа әрекеттерінен туындағанын көруге болады. Интернет арқылы танысып, онлайн некеге тұру сіздің бақытты жұп болуыңызға кепіл бола алмайды. Сондықтан отбасын құруға аса жауапкершілікпен қадам жасау сіз үшін маңызды. Өміріңіз өкінішке толы болмасын десеңіз, әлеуметтік желі арқылы жұптасып, онлайн неке қиюдан аулақ болыңыз.